алдында сіздерден уақыт сұрадым, мен ішімдегі сезімдерім қалай болып жатқанын білмеймін деп. Бірақ сол уақыттан кейін мен біраз ойландым, біраз нәрсеге жауаптар таптым. Мен ішімдегі нәрсені тұншықтыра алмаймын. Мен Айдананы әлі де ұнатам. Айданаға деген сезімдерім үлкен. Сезімдерім көп деп те айта аламын. Ол нәрсені және тұншықтырып көрдім мен. Ол нәрсе қолымнан келген жоқ. Сезім деген нәрсе ол неуправляемый нәрсе екенші. Мен айтқым келетіні сол, мен Айдана, мен сені қатты ұнатам. Мен сенен ешқалай бас тарта алмаймын. Және де мен Айдана үшін күресем до конца. Соңына дейін. Қатты ұнатам, сезім өшпеді деп жатсыз. Яғни үміткер қабылдамайсыз. Айданаға бұл танысып көргіңіз келетін, Айдананы күтетініңізді айтып жатсыз ба сонда? Иә, қазір жаңағыдай дұрыс емес түсініп қалмасыншы, мына жерде Асхат саған да айтқым келеді, дұрыс емес түсініп қалма депші, жаңағыдай өзі жаман болып отқан шығар енді. Бірақ сен де еркексің, мен де еркекпін, былай айтайыншы, адамның ішіндегі сезімдер, ол нәрсе бір қолдан алып бейт суырып тастай салатын нәрсе емес та. Менің ішімде сезімдерім басынан болды, ол нәрсені мен тұншықтырып көрдім, істеп көргім келді, басқа жақтан үміткер күтіп, мен может басқа адаммен бақытты болып кететін шығармын деген нәрсе болды менде. Бірақ ол нәрсені мен тұншықтыра алған жоқпын. Мына жерге сен келгеннен бастап мен қызғанып бастадым. Сол нәрселерді түсінбедім басында. Енді қазір менде үлкен сезімдер бар екенін білем, және де сол сезімдерім үшін күрескім келеді до конца. Осыған мен бұл жерде тұншықтырған адамды көрген жоқпын. Негізі ашығына келгенде Аян, сен өз сезімдеріңді тұншықтырып көрген жоқсың. Сен одан бетер асқандырдың. Екеуің мына жерде ашықтан ашық біздің көзімізше жүрдіңдер де, бір-біріңе поводты бердіңдер де, енді кеп түк болмағандай менің енді сезім бар екенін білдім деу, ол бізге таңғалатын нәрсе емес, оны біз білдік те. Просто қашан айтады екен деп жүрдік. Менде бұл жерде сұрақ Айданаға болып тұр. Айдана, сен ұятың бар ма негізі? Не үшін бұл сұрақты қойып жатырмын? Аян, саған осы менің айтқан сұрағым ауыр тиіп отыр ма, Айданаға айтқан сөзім? Иә. Осының бәріне сен кінәлісің, себебі сен осыған жеткізіп отырсың. Істейтін болсаң осыған дейін істемедің ба? Қаншама уақыт бойы мына жігіттің уақытын алдыңдар, қаншама күн, дұрыс па? Бұл жігіт не достойны жігіт па? Бұл да өз сезімдерін бағалап, өз уақыттарын бөліп, Айданаға барын жасады, сыйлықтарын алып келді. Әйтеуір барынша жасады, бірақ қазір керек етпегендей қылып бұл жігітті сырып тастап, мен сезім бар екен деген нәрсе ол миға кіріп шығатын нәрсе емес мен үшін. Және Айдананың ұяты болса, үйтіп екі жігіттің басын айналдырып, екеуіне де бірдей повод береді деп ойламаймын. Бұл жерде Айдана екі жаққа да бірдей повод берді деген нәрсені мен түсініп отқан жоқпын. Қазір жауап беремін. Сосын ұятың бар ма деген сұрақты ол жаққа қоюдың қажеті жоқ. Мен саған қазір жауап беремін. Қара, ол жерде Айдананың кінәсі бар деп айта алмаймын. Бұл жерде мүмкін менің кінәм бар шығар, шынында ше. Менің кінәм бар шығар. Ол жерде бізде түсініспеушіліктер көп болып кеткеннен кейін ол нәрсені